Ноғай халк эртеги кылыплы түлкі. Бұрын заманда бір қарт балық ысламаға барады. Ол күн ұзағы кәрлеп, көп балық ыслайды. Кешке табаған ол балықларды арбасына тиейді де, үйіне қарап yol алады. Yolдан алыс болмаған жерді бір аш түлкі жүрі еді. Ол балықтың иісін сезіп, yolға юғырып шығады да, өлгендей болып ятады. Қарт түлкіге юқлап келеді де, бір бұйырған табылды, өзіме де, ұлыма да қайдай әрі бұрқ шығаяқ, деп сүйініп түлкіді арбаға салады. Түлкі ақырын балықларды бір-бірлеп ерге таслап барады. Қарт болса, артына қарамай үйіне етпеге асығады. Етіп қаралдасына кіріп, атын туарады да үйге кіріп құртқасына. Құртқа, yolым болды, көп әті балық та ысладым, өзіме ұлымызға бүркілік түлкі де ысладым, деді. Құртқасы, оны қайтып ысладың, деп сүйініп сұрайды. Қарт мақтанып, сөйлегілер түлкеді ыслағанының ебін таппайдылар. Мен бұрын, яз заманымда бөріді ыслайтаған едім. Міне түлкіді еректен көрдім де, ақырын арттан барып, таяқпан соқтым да, йықтым, деді. Балам, барып әкел түлкіді, көрейік, деді құртқан. Баласы юырып кетіп, арбадан ізлейді, түлкі жоқ. Қайтып келіп, қой, онда түлкі жоқ, дейді. Атасы ашуланып, сен соқырма, сондай үлкен түлкіді көрмейсің. Олай болса, саға бұл түкпеге де керек пейді. Менің бөркімнен қалғаны сатып, ақша алармын, деп қарт ашуланып өзі кетеді. Барып арбады қараса, тек түлкі туыл, балығының өзі де бір азақай қалған. Бұға не болған екен деп қараса, түлкі арбадың арт яғандағы балық салынған дорбады ертіп, балығын да yolda бір-бірлеп қалдырып, өзі де түсіп қалған. Міне қайдай қылыпты түлкі yolыққан қартқа.